Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тілі мен әдебиеті пәні сабағына қош келдіңіздер. Бөлім қуат көзін үнемдей білеміз бе? Сабағымыздың тақырыбы күннен келген адам. Екінші сабақ. Сабақтың мақсаты тақырып бойынша үйренген сөздерін қолдана отырып, мәтінде көтерілген мәселені шынайы өмірмен байланыстыру. Өткен сабағымыздағы жаңа сөздерді бір қайталайық. Күй, қап, ғарыш, қиындық, қою түтін, табиғат ана. Тыңдалым, оқылым. 4-ші тапсырма. Сол күні жұмбақ ғаламшардан 2 бала келді. Жұмбақ елден келген балалардың әңгімесі де құпияға толы еді. Біз жердегі тіршілікті көп зерттедік, деді қонақтың үлкені. Жер ғаламшары ғарыштан керемет әдемі көрінеді. Бірақ жақындасаң қатты қорқасың. Қара қою түтіннен, улы газдан тұншыға бастайсың. Көзің қарауытып, басың айналады. Біз ешқайда қона алмай қатты қиналдық. Мұхиттарда көк киттердің күңіренгенін, аққулардың таза суды аңсағанын көрдік. Ал ақ аю мұзды құшақтап қатты жылады. Ормандар өртеніп жатыр. Құстар ұясынан айырылды. Жүрегіміз ауырды. Қап, ұят болды-ау, деді Мақсат. Өздеріңе әдейі келдік, деді екінші қонақ бала. Табиғат ананы ренжітіп алыпсыңдар. Бірақ барлық ақылды бала осы жерде тұрады екен. Болашақтарың жарқын, көңіл күйлерің, өмірлерің жақсы болады. Ол үшін жер ананы сақтаңдар. Бәріне жауапты сендерсіңдер. Біз қазақтарды күннен келген халық деп білеміз. Сендер сол халықтың ұрпағысыңдар. Сондықтан бәріне жауаптысыңдар, деді үлкен қонақ. Ал балалар, мәтін бәрімізге түсінікті болды ма? Мәтін түсінікті болса, берілген сұрақтарға жауап берейік. Басқа планеталықтар қайда өмір сүреді? Олардың жерге келу мақсаты не? Жер ғаламшары оларға қалай көрінді? Олар жерге жақындағанда неге қорықты? Қонақтың үлкені не туралы айтты? Мақсат не деді? Екінші қонақ бала қандай реніш білдірді? Үлкен қонақтың қорытынды сөзінің мағынасы қандай? Бесінші тапсырма. Мәтіндегі қою қаріппен жазылған сөйлемдердің мағынасын анықтаңдар. Жазылым. 6-ші тапсырма. Мәтіндегі есімдіктерді кестеге түсіріңдер. Жазылым, айтылым. 8-ші тапсырма. Үлгіге қою. Мәтін мазмұны бойынша оқиға желісін тізбек түрінде жалғастырып жаз. Сол тізбек бойынша оқиғаны баяндап айт. Тосын кездесу, құпия әңгіме, жалғастыр. Сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше. Үйге 9-ші тапсырма.